Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен Excel бағдарламасындағы екінші сабағымызды бастаймыз. Екінші сабағымызда бұл Excel бағдарламасы мен Word бағдарламасын байланыстырып бірге жұмыс жасау. Ол үшін Excelге осы оқушыларымыздың аты жөнін жазып аламыз және ерекшелеп белгілеп көшіреміз. Мышканың оң жағын басып копировать етіп аламыз. Осыны копировать етіп алғанымызды енді Word бағдарламасына түсіреміз. Бағдарламасына түсірмес бұрын біз мына жерде вставить дегенде үш бұрышты таңдаймыз. Сол жерде специальный вставка деген бар, соны басамыз. Және осы жерде бізге байланыстыру деген сөз болмаса связьті басамыз. Және біз лист Microsoft Excel объект деп тұр, соған байланыстырамыз. Осыны басамыз және OK дейміз. Сол кезде бізге міне көріп тұрғандарыңыздай осындай оқушылар шығады. Енді біз осы оқушыларды өзгерткіміз келіп тұр дейік. Енді ол үшін біз өзгерту үшін баяғы Excel бағдарламамызға барамыз және осы жердегі бірінші оқушыны белгілеп алып өзгертіп көрейік. Мысалы, бұрын бізде бірінші болып тұрған жері Назар Айбек болатұғын. Енді осыны Мақсатұлы Айбек деп жазайық. Жоқ, Мақсатұлы Мұрат деп жазайық. Мұрат. Енді осы бірінші баланы өзгерттік, Мақсатұлы Айбек болып. Енді біз Word бағдарламасын ашып қарасақ, міне Мақсатұлы Мұрат болып қайтадан өзгертеді. Бұл жерде Excel бағдарламасы мен Word бағдарламасы байланысып тұр. Және сіздерге екінші айта кететін зат, мысалы, көптеген мұғалімдер, сынып жетекшілер көп қиналып жатады, осындай кішкене графаның ішінде бір сөзді қалай жазамыз деп. Мысалы, мен аты жөнімді сіздерге көрсететін болсам, Тілеубаева. Тілеубаеваны басып тұрып, курсордың жанып тұрғанын көріп тұрсыздар ғой. Осыған Alt Enter басасыздар және атымды жазамын. Және бұл жерде де правил қоймай тұрып Alt Enterді басамын да тегімді жазамын. Міне, сонда графаның ішіне мына үш сөз бірден жаңағы сыйып кетті деген сөз міне. Сіздерге осы екі лайфхакпен таныстырғым келген. Және көптеген мұғалімдер біздерде сынып жетекшілерінің сұрағы бойынша мына екі объектіні қалай біріктіремін, болмаса қалай жұмыс жасаймын. Оны екінші графаны ашып көрсетейін сіздерге. Мысалы, мына жерде белгіленген бір шекара болсын дейік. Бұны белгілеп алдықты, мына жерден шекараны қоямыз міне. Все границы дегенді. Осы жерде нумерация және әр түрлі заттар жазылған болсын енді. Бұлай тез-тез мен уақытқа байланысты жазып кетейін. Оқушының спискісі, аты жөні және поштасы деп. Енді мына екі ұяшықты біріктіру үшін екеуін ерекшелеп аласыздар. Мышканың сол жағын басып, формат ячейкаға кіресіздер. Және сол жерде в уравнениеге барып, объединить ячейка деп басасыз, OK деп. Міне сол кезде көріп тұрғаныңызда екі ұяшықтың арасы ашылады. Және бізге мына жерде жазу үшін үсті бетіне сыймай жатырса, онда біз мына жерге барып, бірінші точканың үстін белгілеп алып, ерекшелеп және мышканың оң жағын басып, вставить етсек, бізге екінші клетка міне түседі. Осылай жұмыс жасасаңыздар болады. Уақыттың таяғына байланысты мен тез-тез көрсетіп жатырмын. Егер бір қателеріңізге жарап жатса, өте қуаныштымын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар, өте қуанышты болам. Және қазақша контентті қолдап отырсаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.